Сәлем достар, сіздермен бірге Ақмарал. Бүгін біз 5 минуттың ішінде дайын болатын өте дәмді қуырылған лагман дайындап үйренетін боламыз. Ал ендеше кеттік. Бізге керек заттар ол болгарский перец, үлкен бір пияз, 2 чеснок, піскен ет, лагманның қамыры, соевый соус және острый соус керек болады. Қызып тұрған майымызға үлкен етіп туралған пиязымызды жақсылап қайта араластырып 2 минуттай қуырып аламыз. Газымызды баяу қоямыз, қатты тұрса пияз күйіп кетеді. Пияз өлді-ау деген кезде болгарский перецті 1 минуттай қуырасыз. Бұл жерде әрбір ингредиент 1 минуттан 2 минуттан қуырылады, одан артық қуырмаңыздар. 1 минуттай болгарский перецті қуырған соң, жаңағы 2 чесногымызды қатты майдаламай, қатты ірі қылмай, 1 минуттай араластырып қуырып аламыз. Бұл жерде бізге піскен ет керек болады. Піскен ет, мен сіздерге бір лайфхакпен бөлісейін. Мен өзім ет асқан кезде қара кесек еттерден көбірек саламын да, соларды пісіріп қойып, морозилкаға салып қоямын. Осындай лагман істейтін кезде, балдарға пицца істеп беретін кезде морозилкадан алып, тез 5 минуттың ішінде тамақ жасай саламыз. Өте ыңғайлы, сіздер де солай жасап көріңіздер. Морозилкада тұрған етке ештеңе қылмайды. Дәміне қарай тұз қосыңыздар. Осы жерде енді 3 столовый ложка соевый соусты қосасыздар және острый перецті қосасыздар. Ащыны жақсы көрмейтін адамдар острый қоспасаңыздар да болады, острый қосылмаса да дәмді болады бұл тамақ. Мен 1,5 столовый ложка табаско острый соусты қостым. Енді лагманның қамырын салып, араластырып, крышкасын 1 минутқа жауып қоямыз. Болды, тамағымыз дайын.